Ерлан Жақанұлы, менің сұрағым энергетика министріне. Құрметті Алмасадан Майданұлы, бізде мына елордада сақалды болған бір құрылыс бар. 3-ші жылу электр орталығы, орысша айтқанда ТЭЦ-3. Соның бірінші кезектегі жобалау сметалық құжаттамасы бірнеше рет түзетулер енгізілді. Ол бірнеше рет қымбаттады. Өткен жылы осы мәжілістің жалпы отырысында жоғарғы аудиторлық палатаның төрайымы Годунова осы құжаттың 40%-ға қымбаттаған айтқан болатын. Енді бұл құрылыс, жылу электр орталығы 2013 жылдан бері салынып келе жатыр. Ол жыл туған бала мүшел жасқа толды. Ал біз әлі дейін осы маңызды әлеуметтік өндіріс нысанды сала алмай келе жатырмыз. Мендегі мәлімет бойынша республикалық бюджеттен 116 миллиард теңге қаржы бөлінген осыған. Енді сұрақ туындайды, бұл құрылыс қашан бітеді? Және оның бітуіне екінші кезекке қанша қаражат қарастырып отырсыздар? Осы бітетін құрылыс па, бітпейтін құрылыс па? Соған маған жауап беріңізші. Энергетика министрі Алмасадан Майданұлы. Микрофон қосыңыздар. Құрметті Ерлан Жақанұлы, құрметті Идел Терекбайұлы, құрметті депутаттар, әріптестер. Жобалық құжаттамаға сәйкес станция құрылысының жалпы құны 146 миллиард теңге құрайды. Оның 141 миллиард теңге республикалық бюджетінен. Бүгінгі таңда 116 миллиард теңге бөлінді. Бұл ақшаға 4 қазандық пен 1 бу турбинасы құрылысы аяқталды. Биылғы жылыту маусымына станция толық қуатында жұмыс істеді. Біз құрылысының толық аяқтау 2026 жылға жоспарлаймыз.